Қарапайым заңгер өз үйінде оянып көшеде зомби апокалипсис басталғанын байқайды. Ол бұл сұмдықта аман қала ала ма? Қазір көрейік. Рождество жақындап келеді. Саябақтағы аттракциондарда балалар мен ересектер көңіл көтеріп, аспанда түрлі түсті от шашулар жарқырауда. Манел мен Жәния есімді ерлі зайыптылар өздерінің кішкентай жиеніне қонаққа келеді. Кеш болып, қонақтарға қайтатын уақыт таянады. Манел жиеніне өзінің мысығы Луколаның бейне жазбасын көрсетіп, оны ұйықтатады. Жолға шыққан кезде Манел мен Жәния көлікте балалар жайлы әңгіме қозғайды. Жәния бала сүйгісі келеді, алайда Манел бұл тақырыпқа дайын емес. Айтыс-тартыстың нәтижесінде Жәния жолға мұқият қарамай апатқа ұшырайды. Бір жыл өтеді. Манелді таңертең мысығы Лукола оятады. Теледидарда жаңа вирустың таралуына байланысты шекаралардың жабылатыны жайлы хабарлайды. Алайда Манел бұған аса мән бермейді. Ол теледидардың дауысын өшіріп, далаға шығады. Манел өз көлігіне отырып, айлаққа қарай бет алады. Онда оны екі әйел күтіп тұр. Олар Манелдің қайығын сатып алмақшы. Манел қайықтың техникалық сипаттамаларын түсіндіріп, құжаттарды алу үшін каютаға түседі. Сол жерде ол Жәнияның білезігін тауып алып, әйелін есіне алады. Оны қатты жақсы көргені сезіледі. Қайтып келіп, Манел дүкенге соғып кетуді шешеді. Сол кезде оған әпкесі Белен қоңырау шалады, бірақ ол қоңырауға жауап бермейді. Супермаркетте адамдар сөрелердегі азық-түліктерді таласып сатып алып жаңалықтарды тыңдайды да, Жәнияның білезігін мысығына мойын жіп ретінде тағып қояды. Соңында әпкесіне қайта қоңырау шалып, қайығын саталмағанын мойындайды. Белен эпидемияға байланысты отбасымен бірге Канар аралдарына көшетінін айтып, Манелді бірге баруға шақырады. Бірақ Манел бас тартады. Келесі күні ол таң атқанда терезеден көршілерінің де көшіп жатқанын көреді. Манел мысығын алып көлігіне отырып әпкесіне барады. Радиодан вирустың жаңа мутациясы туралы хабарлап жатады. Манел әуежайға жеткенде барлық рейстердің кенеттен тоқтатылуы салдарынан дүрбелең туындайды. Тіпті төбелестер де басталады. Беленге хабарласып, елде әуе кеңістігінің жабылғанын, сол себепті үйге қайтып, оны бекітіп алу керектігін айтады. Алайда жолдарда үлкен кептелістер пайда болғандықтан бұл оңай емес. Манел көлігін тастап, мысығын алып үйіне жаяу қайтады. Кешке қарай қалада қаруланған әскерилердің бір тұрғын үй ауданын оқшаулап жатқанын көреді. Олар көшеге зомбиға айналған бір адамды алып шығады. Ақыры Манел үйіне жетіп, бір жыл бұрын әйелінің апатта қаза болғанын еске алып ұйықтайды. Таңертең Манелге тағы да Белен хабарласады. Ол биліктің вирустың таралуын тоқтату үшін сау адамдарға арналған карантин аймақтарын құрмақшы екенін айтады. Бірақ Манелге әзірге үйде болғаны дұрыс екенін ескертеді. Біздің кейіпкер жаңалықтарды көріп, Instagram парағын парақтап отырып, вирустың алғашқы әсерлері туралы пікірлерді байқайды. Елде төтенше жағдай жарияланады. Манел дүкенге барады, бірақ онда нағыз хаос болып жатыр. Сөрелер мен витриналар босап қалған. Адамдар соңғы азық-түлікті таласып алып жатыр. Ол бірнеше консерв алып кетіп қалады. Жол бойындағы жанармай бекетінің шағын дүкенінен тағы біраз азық-түлік алады. Сол жерде ол жараланған ер адамды байқайды. Ол біреуден жасырынуға тырысып жатыр. Дүкен ішінде көмек сұраған айқайлар естіледі. Кенеттен өте жылдам әрі икемді зомби пайда болады. Манел швабраны алып, өзін қорғауға тырысады. Сол сәтте мылтықтың дауысы естіледі. Зомби құлайды. Өкінішке қарай, жараланған адамдар да зомбиге айнала бастайды. Ал Манел үйіне қарай қашады. Үйіне жеткен соң, ол жаңалықтарды қайта көріп, үйін зомбилердің шабуылынан қорғау үшін нығайта бастайды. Сыртқа бейне бақылау камерасын орнатады. Әскер тұрғындарды эвакуациялап жатыр, бірақ Манел үйінде қалуды шешеді. Әскерилер оның есігін бұзуға тырысады, бірақ нәтиже шықпай, кетіп қалады. 2 апта өткен соң Манел әпкесі Беленге бейне жазба жазады. Ол азық-түлік қоры таусылып бара жатқанын айтып, жаңа азық-түлік табу қажеттігін мойындайды. Манел гарпун алып, жасырынған орнынан шығады. Ол бос қалған көшелермен жүріп, азық-түлік іздеу үшін бөтен үйлерге кіреді. Сондай үйлердің бірінде ол Габриела есімді қарт әйелді кездестіреді. Габриеланың да тамағы жоқ. Ол мүгедек болғандықтан эвакуацияға қатыса алмаған екен. Қарт әйел Манелге қай үйлерде азық-түлік табуға болатынын айтып береді. Манел бір үлкен үйден сәнді шлем мен мотоциклді тауып, оларды өзіне алады. Ол аздаған азық-түлік тауып, оның бір бөлігін Габриеламен бөліседі. Ер адам қарт әйелге рация сыйлап, хабарласып тұруды ұсынады. Содан кейін қайтадан азық-түлік іздеуге шығады. Келесі кірген үйінде Манел біреудің жүргенін байқайды, бірақ ол бейтаныс адам Манелді көре салып қаша жөнеледі. Осы үйден Манел үлкен консерв қорын табады. Кешке Манел мен Габриела шамның жарығымен отырып, кешкі ас ішеді және бір-бірімен жақындары туралы әңгімелеседі. Манел қарт әйелге әйелі Жәнияның суреттерін көрсетеді.
Үйіне оралған соң, ол тағы да өткен жылғы көлік апатын еске алады. Бірақ оны рацияның дыбысы алаңдатады. Бұл Габриэла. Ол Манельден радионы қосуын өтінеді. Радиодан барлық тірі қалған адамдарды Канар аралдарына эвакуациялайтыны туралы хабарлануда. Манель қарт әйелге бірге баруды, өзінің қайығын қолдануды ұсынады. Габриэла келседі. Манель жолға жиналады. Ол Габриэлаға бармақшы болады, бірақ қарт әйелдің қайтыс болғанын көреді. Байғұс әйел Манельге салмақ болмау үшін өз еркімен өмірден өткен екен. Үйіне қайтып бара жатқан жолда Манельге зомби шабуыл жасайды. Бақытына орай, Манель жақсы төбелесе алады және қолында қаруы бар. Бұл зомбиге қарсы үлкен артықшылық. Манель эвакуация нүктесіне баруға бел байлайды. Ол өз мысығы Лукколаны алып, ұрланған мотоциклмен жолға шығады. Алайда жолдардың барлығы жабылғандықтан басқа бағыттар іздеуге мәжбүр болады. Орман жолдарының бірінде оны зомбилер қуалай бастайды. Көп ұзамай олардың саны арта түседі. Манель мотоциклін барынша жылдам айдап қашуға тырысады, бірақ бір сәтте мотоциклмен бірге құлап қалады. Ол Луккола салынған арнайы торды алып, мотоциклін оталдырмақ болады, бірақ ол іске қосылмайды. Манель мотоциклді тастап, мысығын қолына алып, жаяу қашады. Ол көпір арқылы өтіп айлаққа жетеді. Манель өзінің қайығына жету үшін жүзуге мәжбүр болады. Алайда қайық белгісіз себептермен оталмай қалады. Сонымен қатар, каютаның ішінен баланың жылаған дауысына ұқсас бір түрлі дыбыс шығады. Ішке кіргенде ол зомби баланы табады. Манель басқа біреудің шағын қайығын алып, сол арқылы аралға қарай жүзеді. Түнде қайықтың моторы істен шығады, ал Манель үмітін үзе бастайды. Біраз уақыттан кейін оның қасына кішкентай кеме жақындайды. Кемеде тірі адамдар бар екен. Олар Манельді және оның мысығын құтқарып кемеге отырғызады. Құтқарушылар Украинадан келген теңізшілер, олардың бірі испан тілін біледі. Манельге жеке каюта беріледі және демалуға кеңес беріледі. Келесі күні таңертең Манель палубаға шығып, кешегі басқа қайықтағы адамдардың қайда кеткенін сұрайды. Теңізшілер ешкімді көрмегендерін айтады. Манель картадан цемент және құрылыс материалдарын алуға болатын зауытты көрсетеді. Ол басқа тірі қалған адамдардың не себепті тұтқында ұсталатынын білуге тырысады. Манель теңізшілердің бірі Викторды медициналық тікұшақты ұрлап, Канар аралдарына ұшуға көндіреді. Виктор пилот болуға оқыған, сондықтан тікұшақты басқаруға қабілетті. Алайда Виктор Манельге үндемеуге және артық сұрақ қоймауға кеңес береді. Түнде Манель палубаға шығып, бос қайықтар мен катерлерді байқайды. Ол каютасына қайтып, заттарын жинап кетеді. Жолда ол байланған екі адамды көреді. Манель біреуін босатады, бірақ ол адам қашып бара жатқанда күзетші оны атып тастайды. Күзетші Манельді де атуға тырысады, бірақ Виктор араласып оны тоқтатады. Екеуінің арасында төбелес басталып, Виктор жеңіске жетеді. Ол Манельге тікұшақты ұрлауға келісетінін айтады. Манель Виктор тағы бір тұтқын және өзінің мысығымен қайыққа отырады. Алайда теңізшілер оларды тез байқап қояды. Атыс кезінде екінші тұтқын қаза табады, ал Виктор жараланады. Соған қарамастан, олар кемеден алыстап кетеді. Жағаға жеткен соң, Манель мен жараланған Виктор көлік табады. Көлік салонында зомби бар екен, бірақ Манель мәселені тез шешеді. Екеуі сапарды жалғастырады. Виктор Манельге өзінің капитаны туралы айтады. Капитан бір аралда жасырын бекініс құрып, тек өзіне бағынышты адамдарды ғана тірі қалдырады. Олар ауруханаға жетеді, бірақ тікұшақ ол жерде жоқ екен. Есесіне, ауруханада зомбилер бар. Манель зомбилерді атып, Викторды операция бөлмесіне дейін жеткізеді. Виктордың денесінен оқты шығару керек болады. Манель қажетті хирургиялық құралдарды іздеп жүргенде, желдеткіштен әйелдердің дауыстарын естиді. Ол жоғарғы қабатқа шығып, басқа тірі қалғандарды іздейді. Алайда зомби шабуыл жасайды, бірақ Манель оны тез жояды. Бірнеше секундтан кейін оған зомбилер тобы шабуыл жасайды. Манель қашып тұйыққа тіреледі. Оны белгісіз бір қыз құтқарып, екеуі бірге Викторға қайтып келеді. Олар Викторды операция үстеліне жатқызады. Сол кезде басқа бір әйел мен бірнеше бала пайда болады. Викторға операция жасап жатқанда, Манель балаларға өзінің мысығы Лукколаны сипауға рұқсат береді. Виктордың денесінен оқты шығарып алады, ал Виктор бұған алғыс айтады. Манель топқа тікұшақ іздеп жүргендерін айтады. Әйелдердің бірі тікұшақ қайда екенін біледі, бірақ ұшу алаңы зомбилермен қоршалғанын ескертеді. Кешке аман қалғандар бірге тамақтанады. Манель бұл ауруханада бір кездері әйелінің болғанын, бірақ дәрігерлер оны құтқара алмағанын мойындайды. Ол әйелі жатқан кереуетке жақындап көзіне жас алады. Луккола есін жұбату үшін қасына келеді. Манель шатырға шығып күтпеген жерден байланыс орнайды. Оған әпкесі Беленнен бірнеше хабарлама келеді. Ол жауап жазып, өзінің аман екенін хабарлайды.
Кенет жақын жерде оқ атылған дыбыстары естіледі. Бұл олардың бұрын қашқан теңізшілері болып шығады. Манел басқа тірі қалғандарға үлкен қауіп төніп тұрғанын айтады. Олардың тікұшаққа тез жетуі қажет. Топ жертөлелер арқылы ұшу алаңына жетуге тырысады. Олар есікті балтамен сындырады, бірақ сол сәтте бір әйелге зомби шабуылдап тістеп алады. Топ зомбиді өлтіреді, бірақ әйел жарақат алып, ауру жұқтырғанын түсінеді. Ол қалғандарға кедергі болмас үшін топтан кетеді. Басқалары жолды жалғастырады. Олардың жолында тағы да зомбилер пайда болады, бірақ олар есіктің артына тығылып аман қалады. Біршама уақыттан кейін сол жерге теңізшілер келіп, зомбилерді жояды. Манелдің ұшу алаңына жетіп, зомбилерден құтылу жоспары пайда болады. Тірі қалғандар аурухана төсектерінен қозғалыс торларын жасап, балта мен өрт сөндіргішті алып, тікұшаққа қарай бет алады. Олар зомбилерден қорғанып, тікұшаққа жетеді. Алайда тікұшақ бірден ұшпайды. Зомбилер қоршаудан асып топқа жақындай бастайды. Манел балтаны алып, олармен батыл күреседі. Ақырында тікұшақты іске қосады, бірақ дәл сол сәтте теңізшілер автоматтармен келіп, барлығын шығуды талап етеді. Виктор Манелге ымдап қоршаудың арғы жағында тұрған зомбилер тобын көрсетеді. Манел есікті ашады, ал зомбилер теңізшілерге шабуыл жасайды. Манел қайтадан балтасымен күресіп, өзін қорғайды. Вертолет әуеге көтеріледі, ал Виктор трапты төмен түсіріп, Манелді алып кетеді. Барлығы аман қалды ма? Әлде жоқ па? Вертолет Канар аралдарына бет алған кезде Манелге белең қоңырау шалып, ешқашан сол жаққа бармауын өтінеді. Сол сәтте аспанда екі жойғыш ұшақ көрінеді.